Бір жағынан бұл үлкен тәрбие болып саналады балаларымызға. Қауіпсіздік ережесін тапсыра алған балалар ғана жұмысқа жолдама алды, иә? Ал енді 2024 жылы біз 400-ге жуық мекенжайымызды қала бойынша жинаған болатынбыз. Бұл тек қана балаларға табыс табуға мүмкіндік беру емес, сонымен қатар оларды туған жерге, өздерінің қалаларына, мекендеріне деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. 24/7 медиа алаңында Жасыл ел еңбек жасағының Теміртау қаласы бойынша бас координаторы Яуда Мирас. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз еңбек жасағының жұмысы, жаз бойы жастарымыз не істеді және қалаға қандай пайдасы тиді. Мирас, қош келдің. Қош келдің. Еңбек жасағы туралы, Жасыл ел туралы қысқаша айтып өтсек, әңгімеміздің әріптесасында. Жасыл ел жобасы осы Қазақстанда бірінші елбасымыз 2005 жылы үндеген болатын. 2014 жылы Теміртау қаласында іске асып келе жатыр. 2024 жылы біз 1000-ға жуық жастарымызды жұмысқа орналастырған болатынбыз. Енді осы жобада бізде НИИТ категориясы бар, және де әлеуметтік әлсіз санатындағы жасөспірімдер жұмысқа орналастырған болатын. Жалпы енді ережесін қарасақ, Жасыл ел еңбек жасағының сатында кәмелет жасқа толмаған балаларда және 34 жасқа дейінгі азаматтарда жұмыс істей алады. Бірақ 30-дан асып Жасыл елдің сатына барған азаматтар бар ма? Ондай тәжірибеміз болған. Жастар ресурстық орталығына өтініштер келген, сондай жас аймақтарында. Бірақ уже өтінішті қабылдап болғаннан кейін біз оларға звондаған кезде трубкаларын алмай келген жоқ. Жалпы, өтініш беріп алып, кейін хабарсыз кететіндер болады, тәжірибеде. Ондайлар көп. Негізгі категория байқағанымыздай жұмыс істеп жүрген бұл жастар, студенттер, мектеп жоғары сынып оқушылары. Олармен еңбек қауіпсіздігі, олардың жаңағы жұмыс барысында деңгейге ұшырап қалмауы қалай қадағаланды? Сол жұмыстың басында біз қауіпсіздік техникасын өткізген болатынбыз. Ол 4 сағаттық лекция, және лекциядан кейін біз тесттік формада тест өткізген болатынбыз. Яғни сол қауіпсіздік ережесін тапсыра алған балалар ғана жұмысқа жолдама алды, иә? Тапсыра алмағандар болды ма? Тапсыра алмағандар болды, бірақ оларға да басқа мүмкіндіктер болды. 2 мүмкіндік болды, сол 2 мүмкіндіктің соңында балаларымыз жұмысқа орналасқан болды. Енді биыл Жасыл елге біршама өзгерістер болды деп естіп жатырмыз. Яғни бұрын тек қана бұл еңбек жасағы болса, осы биылғы жылы штатқа медицина қызметкері болды, психолог мамандары жастармен жұмыс істеді деп жатырмыз. Оларға қандай қажеттілік туындады? Осы жылда біз штатымызда 28 жұмыскеріміз болған. Ол юрист мамандары, дәрігер мамандары, және де психолог мамандары болады. Соның бәрі өз функционалын дейді ғой, өзінің жұмыстарын істеген болатын. Ол мысалы сарбаздарымызға бір психологиялық қолдау керек кезде біз оларға өз тарапымыздан психолог маманын шақырып тренингтер, іс-шаралар өткізген болатынбыз. Және де осы жұмыс барысында балаларымыз бір жағдайға ұшырап қалса, өзіміздің медик маманымыз бар, сол келіп, сол жерде көмек көрсетеді. Енді жалпы Жасыл елде жұмыс істеу бұл тек қана көше сыпырып немесе қоқыстар тазалап қана қою емес, бұл балалардың өздерін бос уақытын тиімді өткізуде, иә? Олар таңертең жұмысқа келеді, жұмыстан кейінгі уақыттарда түрлі шаруаларға қатысып жатыр деп естіп жатырмыз. Соны кеңірек тоқталып өтсеңіз. Жұмыс күні сол 5 күндік, бізде дүйсенбі күнінен бастап жұмаға дейін. Сол әрбір біз балаларымыз отрядқа бөлінеді. Осы әр айда бізде 15 отрядтан болатын. Сол бір отряд бізде бір аптаның күні берілетін болатын іс-шараларға, тренингтарға. Сол тренингтарға қатысып, және де көгалдандыру, абаттандырудан бөлек біз әртүрлі іс-шаралар жасайтын болғанбыз. Мысалға не істеді балалар?
балалар команда образования дейді ғой. Иә. Сондайлар іс-шаралар. Және осы қаламызда Елена Петровна Варганова деген ұстазымыз бар. Иә, экобелсенді. Экобелсенді. Сол кісіден біз дәріс алдық. Ол кісі бізге экологиялық мәселелерді көтеріп бірге жұмыс істейді. Енді бізде әлеуметтік желіден байқап қалып жатқан кейбір келеңсіз жағдайлар да бар. Бұл енді қаланың белсенді тұрғындары дейміз ба, немесе әсіре белсенді тұрғындар дейміз ба? Әйтеуір осы жасыл елдің сарбаздарын сыртынан видеоға түсіріп алып, немесе өздеріне тікелей барып, ана жерді тазаламаңдар, мына жұмысты істемеңдер деген сияқты шулатқан кездер болды. Осы туралы толық айтып өтіңізші, не болды, не үшін олай істелді? Я бұл жағдай орын алған болатын. Мен өзім сол жерде адресте баламыз жұмыс істеп жатқан кезде қаланың активистері деп келді. Сосын бүкіл сұрақтарды біз жастар ресурстық орталығына қойсаңыз болады деп айтқан. Талабы не сен ба ол кісілердің? Олардың талабы қалай дұрыс, қалай бұрыс екенін бізге көрсетіп, балалар шеттерінен суретке түсіріп кедергі жасайтын болған. Бір айттық, екі айттық, бұлардың Бұл балалардың ата-аналары мысалға сол активистерді қолдады ма, жоқ әлде сіздер жағында болды ма? Бұл жағдай өткеннен кейін осы Instagram желісінде сол яғни чат, WhatsApp чатында солар видео түсіріп жіберетін. Өздерінің чаттары бар WhatsApp. Бір баланың ата-анасы көріп қойып, бізге шағымданған бұл. Және біз полиция басқармасына өзіміздің тарапымыздан арыз жазған түскен болатын. Содан кейін өзіміз отырып әңгімелескен болатынбыз, активистермен қалай жұмыс істеу керегін, олар жақтан қандай шағым бар екен бәрін сөйлесіп бір шешімге келдік. Жақсы. Одан бөлек енді қандай қызықты кездер болды, немесе бір есте қалатын оқиғалар бар ма осы жаз бойы жұмыс барысында? Жаз бойы енді балалармен көгалдандыру, абаттандыру, қала сыпырудан басқа бөлек біз балаларымыз, координаторымыз осы демалыс күндерінде өздері серуендеп қызықты өткізетін балалардың. Және осы облыстық Қарағандыда жасыл жасағының жабылу салтанаттары өткен. Әртүрлі концерттеріміз өтті жазда. Лагерьге апарып бердіңіздер жаңылмасам, иә, балаларға? Иә, біз осы 3 айдың соңында 300-ге жуық жасөспірімді Боровой лагеріне апарған болатынбыз. Ол 4 күндік лагерь. 8 автобуспен барған болатынбыз. Бұл лагерьге баратын балалар қалай іріктеліп алынды? Белсенді жұмыс істегеніне қарай алынды ма, әлде басқа критериялар болды ма? Критериямыз 1000 баланың ішінен 300 алып барғанда, қалған 700 ренж қалған жоқ па? Жоқ, өзіміздің критериямыз ол осы 30 күндік жұмыста енді түгел келу, және өздерінің шабыттарын ашып, жақсы жетістіктер көрсеткен сарбаздарымызды іріктеген болатынбыз. Сол 3 айда біз 100 сарбаздан іріктеп алған болатынбыз. Соларды лагерьге апарып бердіңіздер, иә? Енді мысалға өтініш беріп, жұмысқа орналасып, 1-2 күн істеп, әрі қарай жұмыс ауыр істемеймін деп қашып кеткен, немесе шағымданған жағдайлар болды ма? Иә, ондай балалар да болды. 1-2 күн жұмыс істеп, қашып келмей қойған немесе ата-аналарын алдап, сондай жағдайлар болды. Ондай не істейсіздер ондай жағдайлар? Ондай жағдайда біз ата-анасына бірінші хабарласамыз, қандай жай түсті, шынымен де жұмысқа келді ма, келген жоқ па, үйінде болды ма, бәрін звондап біліп аламыз. Және де мүмкіндік береміз қайтадан жұмыс істеуге. Егер де сондай өз жағынан қызығушылық болмаса, біз басқа баланы
резервтегі балаларды қабылдаймыз. Өтініш көп болған сияқты. Өтініш көп болды. Осы жастар ресурстық орталығы сәуір-мамыр айларында өтінішті өздеріне қабылдап, бізге құжаттарды берген болады. Резервтің өзінде 500-ден астам адам болды. Резервтен де 500-ден астам адам болған. Кейбір балалар келмей қалады. Және мысалы июнь, август месяц айларында олар бір жаққа кетіп қалады жазда. Солай өзіміз резервтен хабарласып алатын боламыз. Жасыл ел жазғы демалыс уақытымен шектеліп қалған жоқ. Әлеуметтік желіден байқап отырмыз, қазір Таза Қазақстан акциясына үн қосып, сенбіліктерге шығып жатыр. Бұл сол жазда жұмыс істеп кеткен балалар ма, жоқ әлде өздеріңіз бар штаттағы? Осы Таза Қазақстан акциясын қолдап, өзіміздің актив дейді ғой. Волонтерлық түрде біз өзіміздің сарбаздарымыз шығып, өзіміздің штат жұмыскерлері бірге шығып, далаға, көшеге әр сенбілік, әр четверг дейді ғой. Бейсенбілікке шығамыз. Күз айында жалғасуы мүмкін, ниет санатты жастар тартылуы мүмкін деген әңгімелер айтылған еді осы жобаның басында. Бұл сұрақты біз үкіметке қойған болатынбыз. Керек деген мәселе әлі бар, және қысқада негіз керек. Басқа облыстағы жасыл ел жасақтары қыс уақытында, күзгі уақытында істейді. Яғни жыл 12 ай ондай тәжірибе бар. Ондай тәжірибе бар. Бізге қазірді Instagram парақшамызға кісілер жазады, келген кісілер. Бізге келіп көмектессеңіздер бола ма? Ал Мирас, енді сұхбатты түйіндейтін қорытынды сұраққа қойып өтсек, жалпы жаз бойы не істелді? Қанша қоқыс шығарылды, қанша мекенжай жинақталды, және балалар еңбекақыдан басқа қандай пайдалы нәрселер ала алды өзіне? Ал енді 2024 жылы біз 400-ге жуық мекенжайымызды қала бойынша жинаған болатынбыз. Облыс штабынан біздің тарапымызға форма берілген болатын. Және алдыңғы жылдан салыстырсақ, біз екіге есе жасөспірімдерді жұмысқа орналастырған болатынбыз. Және бұл жобаның пайдасы балаларға біріншіден ол дисциплина дейміз ғой. Және ата-аналардан осындай жылы лебіздер түседі. Балам бір ай бұрын осындай привычкалар болатын, қазір вообще басқа бала деп сондай жылы лебіздер түседі. Және келесі жылы біз ары қарай көп балаларды одан есе көп санын көбейтуге тырысамыз. Әрі қарай өсіргілеріңіз баладан да көп. Бір жағынан бұл үлкен тәрбие болып саналады балаларымызға. Енді 1000-ға жуық балаларымыз қоқыс тастамайды. Қасында жүрген достарына, балаларға қоқыс тастап жатса, енді айтады ғой, қоқыс тастама деп. Бұл жерде мен өзім тазалағанмын деп. Сол. Жақсы, онда түйіндік. Мирас, сізге көптен көп алғыс айтамыз. Алдағы уақытта да жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Енді біздің жасыл ел туралы қоғамда түрлі пікір айтылады. Сыңаржақ пікірлер де бар. Дегенмен жаңа өзіңіз атап өткендей, бұл тек қана балаларға табыс табуға мүмкіндік беру емес, сонымен қатар оларды туған жерге, өздерінің қалаларына, мекендеріне деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту, оларды еңбекке баулу, алғашқы табыстың, ақшаның қалай келетінін көрсету деп түсінеміз. Алдағы уақытта да жұмыстарыңызға сәттілік, келіп қонақ болғаныңызға көптен көп рахмет. Рахмет.